Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен бірге екі алмадан ғана жасалатын тәтті пайдалы печенье жасаймыз, көреміз. Бізге ол үшін осындай екі алма керек, немесе үлкен болса бір алма да жарайды. Мен алмаларым кішкене шағындау болғаннан кейін екеуі пайдаланып жатырмын. Осы алмалардың сыртын ашып аламыз бірінші. Екіншісінде осылай ашып аламыз. Және ортасынан алып тастаймыз алмамыздың. Енді осы алмаларды ұсақтап тураймыз. Алмамызды турап алдық. Осылай ұсақтап. Енді ыдысымызға бір жұмыртқа және 3 қасық қант және 3 столовый ложка ерітілген май. Қасықтың басымен кішкене тұз салып жүреміз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Және 300 грамм қаймақ қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осыған жаңағы туралған алмамызды саламыз. Араластырамыз жақсылап. Енді осының үстіне кішкене 50 миллиграмдай сүт қосамыз. Араластырамыз кішкене. Және 350 грамм ұн. 1 шай қасық разрыхитель қосамыз, яғни тесто қопсытқыш. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай тесто шығу керек. Енді қолымызды кішкене майлап алып, осылай шетінен алып, осылай жасаймыз.
осылай үлкен қасықпен алып алып осылай құрт жасаған сияқты жасаймыз. Тоқтат жүр. Міне осылай дайындап алдық. Енді осы дайындаған тәттімізді 180 градус пешімізге 30-35 минутқа қоямыз. Негізі бұны майға қуырып алса да болады, бірақ біз пешке пісіреміз деп шештік. Ал бисмиллах деп тәтті печеньеміздің дәмін көрейік. Пайдалы, міне ортасында алмалары бар, үлкен кусок. Бисмилlah. Тәтті печеньеларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып лайк басып комментарий жазыңыз. Сау болыңыздар.